Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сопақ қызанақпен және де капустаны қызанақтың соғымен тұздауды үйренетін боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен жабатын банкаларымызды тазалап жуып, оны кептіріп аламыз. Кептіріп алғаннан кейін мантаваркамыздың астына суын құйып, астыңғы бөлігіне крышкаларын салып, үстіңгі бөлігіне банкаларымызды булап қайнатып аламыз. Банкамызды 5-10 минут қайнатсаңыздар жетеді. Және де үлкен ыдысымызға суын құйып қайнатуға қойып қоямыз. Одан кейін сопақ қызанағымызды және де ащы перецімізді салқын суда 2-3 рет жуып аламыз. Және де капустамыздың да сыртын тазалап жуып аламыз. Және де бізге хрен жапырағы, кептірілген зонтик, укроптары қажет болады. Бұларды да салқын суымызда жақсылап 2-3 рет жуып тазалап аламыз. Осылай барлық көкөністерімізді жуып тазалап бір ыдысымызға салып қойып қоямыз. Мен 3 литрлік 10 штук банка жабамын, сол себепті маған 4 штук капуста қажет болады. Енді капустамызды ортасынан бөліп, 4 бұрышты етіп, барлығын турап шығамыз. Дәл осылай видеодағыдай қайталасаңыздар болады. Айтпақшы, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыздар. Алдағы уақытта менің жаңа видеоларымда ең алғашқы болып көретін боласыздар. Сонымен қатар, қазақша контентті қолдап, маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осы видеомды поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Дәл осылай капусталарыңыздың барлығын турап дайындап аласыздар. Ыдыстарыңызға салып дайындап қоясыздар. Және де чесногымызды ашып тазалап, ащы перцімізді де турап дайындап қоямыз. Енді бізге қызанақтың соғын жасау үшін домалақ қызанағымыз қажет болады.